Құдайдың қолы деген осы. Мінекей. Қарасаңыздар, қанша адам жүр. Негізі маған комментарий жазып жүрмеңіздер. Құдайдың қолын көрген адам бар ма екен, Құдайдың қолы бола ма деп ше. Негізі 5 ғасыр өмір сүрген адам туралы бұл жерде аңыз бар. Соған құрмет көрсетіп, осы қолды жасаған ғой. Барлығын жазып кететіндеріңіз бар ғой. Енді бұл Вьетнамның өзінің адамдары, өзінің мемлекетіне деген құрметі ғой жасаған. Сол себепті мен сіздерге айтайын, бұны Құдайдың қолы деп қойғанда, мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Құдайдың қолы деген осы. Қарасаңыздар, адамдар жүреді. Барлық жақтан сонда қолы. Қымбатты достар, біз балықтар әлеміндеміз. Мынау не десеңіздер, мынау акула, мынау скат. Көрдіңіздер ғой, біздің үйдің акулалары мына жақта тұр міне. Мынау үлкен акула, мына кішкентай акула. Мынау акула, мынау скат. Міне көрдіңіздер ғой. Мына жақта жылан балық бар екен, келсеңдерші. Міне жылан. Жылан балық. Міне біздің үйдің жылан балықтары, көрдіңіздер. Ала балық енді бізге кірмейді. Мына краптарды қараңыздар, сендері бар. Ерлан ойланып жүр ғой. Біреу жайлап алып кетем ба деп. Қарасаңыздаршы, краптарды. Мына жақтарды қараңыздаршы, шаяндар. Сұмдық қой мына жер, сұмдық. Міне, біздің үйдің акулалары. Ой, лағман жеп рахаттанып қалдық қой. Эльмира, ас болсын. Шляпың әдемі екен сен. Тоқылған нәски сияқты. Міне, Жанка отыр. Бұның шляпысы ұшып, мадам Тюссова, короче. Қарасы жеп отқан тамақтардың екеуі таза, тайка құсап, Вьетнамға құсап отыр ғой, біз лағманды Ерлан екеуміз. Мен Тет адам дейді, міне лағмандар. Кәдімгі бар ғой, дүнганская кухня. Отырмыз, әдем болып жатыр міне. Біздің бала тек қана фрей жейді, дайын. Ойбой, Алматыда көрмейтін Мадияр келді ғой, уағалейкум ассалам. Жасаға. Келініңіз. Қасындағы гүлің Мулия деген гүл ғой, өте әдемі гүл. Мына қараңыздаршы, Вьетнам соғысының ардагері құсап жүр ғой. Мынаның точно басына кокос түсіп кеткен, бұл мені іздеді да. Пальма құлаған ғұнманың үстіне бар ғой. Мені іздемейтін ғой, Данангқа келіп тауып алдық қобыз. Бірден көре сал звондады ғой. Міне, көрдіңіздер, Сильвестр Сталлоняның Рэмбо деген киносынан түскен актер осы ғой негізі. Сильвестр Сталлоняның жас кезі ғой, көрдіңіздер ма? Данангта тауып алдым ғой мен бұны. Вьетнам соғысының ардагері. Нағыз коммунистический мемлекеттерде жүретін бала ғой. Көрдіңіздер. Бүгін мінеке қыдырып келдім мына жерге. Демалыс тамаша. Қазақтар демалып жатыр. Қазақтар демалып жатыр. Тойдуман демалып жатыр ғой жалпы. Мінеке келінмен жүр ғой, басына мулия тағып қойып. Ана жақта жеңгесі отыр, мадам Тюссова ұқсап, шляпа киіп алып. Көресіздер енді. Біз осы Данангтамыз.